Ой, бертақай, қош көп ішей. Ассалаумағалейкум тағыда құрметті ағайындар. Армысыздар, бармысыздар. Бастарыңыз бақытты болсын, астарыңыз тақты болсын. Әділет пен Гүлбаршының өмірі сәтті болсын, көңілі шатты болсын, махаббаттары тәтті болсын. Осы тілекке қосылғандардың шапалақтары қатты болсын. Басталама дамарының, дамарының, қаралда қанының, көрма қанының. Міне, құрметті ағайындар, қадірлі қонақтар, төрт көзіміз түгел, бауырымыз бүтін, аман есен, қайтадан тойымыздың келесі жартысында қауышып, табысып жатырмыз ағайын. Енді екінші дастарханда да өзінің тілегі бар, әні бар, биі бар, дайындаған бағдарламасы бар. Бұйырса тура бірінші дастархан секілді, соған ат салысып отырыңыздар. Біраз аяқ қолды жазып, билеп алдыңыздар. Енді әрі қарай ақ тілегімізді тыңдайық. Біздің қазақ айтады ағайын, тыңдаушысы болмаса сөз жетім дейді. Сөзі жетім болған елдің өзі жетім дейді ағайын. Сондықтан сөзді босатпайық, улап-шулап, сөйтіп тойдың берекесін кетірмей, мынау бір-біріңізге құрмет көрсетіп отырыңыздар, құрметті ағайындар. Қазір ортаға тойдың тұрамыз. Сол жерден келгеннен кейін Көкшетау ақан сері, Біржан сал, үкілі ыбырай, сал серлердің жері ғой. Шырайлы шымғалада өнерге толған мекен. Сондықтан да осындай бір киелі жердің тойында қызмет көрсеткеннен кейін көкшетаулық ағайындарыңыздың атынан, өз атымнан бір ән орындағым кеп тұр. Бұл әнді Қазақстанда екі-ақ әнші ғана орындап, түгел әлемді таң қалдырған. Біреуі Димаш Құдайбергенов, екіншісі Дни поры идут чередой, пусть собираются все. Шапалақ! Кешірім сұрайым. Мен пока осы жерге дейін ғана таң қалдырып жүрмін. Именно осы жерге келген кезде тоқтап қала беремін. Бұл не ағылған ән демеңіздер. Бұл ән тамаданың зары деп аталады, құрметті ағайын. Мынау 2 жыл карантинда шыққан әнім ғой. Сол тамаданы зарлатпай, дұрыстап шапалақ ұрсын деп шыққан ән бұл ағайын. Енді қараңыздар ағайын, бүгін биді көрдіңіздер, ән көрдіңіздер, ойын көріп атсыздар. Енді келесі алдарыңызда бүгін әлі көрмеген, вообще жалпы тойларда көрінбей жүрген бір тамаша сәт болайын деп тұр. Ортаға Кәусәр деген кішкентай қарындасымды қандай тамаша той бар, қандай тамаша жастарымыз бар. Біз соған шүкір етейік. Неге 2 жыл қазақта той болмады? Оған өзіміз кінәліміз ағайын. Ауру кінәлі емес. Қазақта той болмаған, біз тойдың қадірін білмей кеттік. Тойға жай әшейін жұмыс секілді баратын болдық. Сөз тыңдамайтын болдық. Улап, шулап, түгел қазақтың тойы берекесіз болып кете жаздады ағайын. Сөйтіп Құдай тәубамызға түсірді ағайын. Сондықтан ең бірінші мақсат той берекелі болу керек ағайын. Берекелі. Және сондай берекелі тойларымызбен мақтанайық. Мысалы Қытай қорғанымен мақтанады, Ресей орманымен мақтанады, Америка долларымен мақтанады, Германия түзу жолымен мақтанады, Швейцария сұлу жерімен мақтанады, Грузия виносымен, Индия киносымен мақтанады. Бұлар мақтануды біледі екен, қазақты түк жоқ деп күледі екен. Бірақ олар дұрыстап қараса, бәрі бізде жатыр ағайын. Қытайды асыраған бидай Қостанай даласында жатыр. Американы асыраған мұнай Атырау қаласында жатыр. Германияның түзу жолдары Астана мен Көкшетаудың арасында жатыр. Швейцарияның сұлулығы Астана қаласында жатыр. Шымкенттің жағасында жатыр. Грузияның винос емес, нағыз сусын әжемнің қымыз сапырған сабасында жатыр. Индияның табынатын сиыры Созақтағы Сәрсенбайдың қорасында жатыр деп бір шапалақ ұрып қойшы. Енді наугат айта салдың, әйтеуір бір Созақта бір Сәрсенбай бар шығар, сиыр ұстайтын ағайын. Ертең айтып барасыңдар, ой, Сәрсенбай сен айтты ғой Астанада деп. Енді мына той төріне келесі ағайын туды. Подарок алып кел, ерекеңе подарок. Сіз билеген кезде бақыт көкем бүйтіп люстраға қарап тұр ғой мына. Әйелімнің басына құлап кетпесе екен деп жаңағыдай.
мықты билейді ме? Қараш, Қабанбай десе Қабанбай. Баяғыда ойлайсың, Бөгенбай батырлар, Абылай хандар қандай болған десе, примерно мынандай болған ғой. Жоқ дегенде мынандай болған ғой деймін да мысалға. Баяғы біздің бабаларымыз. Так, міне, сізге мынау подарка, күшті биледіңіз. Сосын күшті билегеніңіз үшін, міне, өз тойыңыздан подарка алмай, қалай ұялмайсыз вообще? Ал, қош келдіңіз. Өзіңіз кімге сыйлағыңыз кеп тұр? Жүрегіңіз бір кімді қалап тұр? Кәне. Шымкент? Вообще тойға ең бірінші келген адам бүгін, ең ерте келген. Шапала құрайық, сағат 4-ке шақырды ғой, ә? Мына кісі 2-де жетіп кепті бір нәрседен қырға алғандай. Сондықтан бір подарка бұйырсын сізге. Енді жүрмей қалады дейді. Бизнес тоқтап қалады дейді. Солай айтты, Ықтияр, келіңіз, дым қысылма, давай. Еще айтты, Ықтиярды күшті мақтасаң, Ықтияр Тамадаға 10 мың береді деді. Осылай әңгіме айтып, Тамаданың жанында жара бар ма? Жүрегі жүректерге қарағанда ағайын бәрін айтты, бірін айт. Бір завоздан мандаринға 300 мың пайда түсірген, шарында Ықтиярдан асатын адам бар ма деп шабула құрып қойықшы. Ой, бәрекелді. Дұрыс қой, Ықтиярдың гүлдегені, қарашы Тамадаға дым бермеді. Рахмет Тамада.